Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы әрі құнарлы қарапайым қайнатпа сорпаның жасалу жолымен бөлісемін. Құрамындағы қоспаларды қайнатып жасағандықтан бұл сорпа өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дәл осы қайнатпа сорпаны сіздер де әзірлеп көріңіздер. Дәл осы қайнатпа сорпаны мен сиырдың етінен жасадым. Тек қана сиырдың етімен ғана жасау шарт емес, кез келген жылқының, қойдың етінен жасасаңыздар да болады. Ендеше видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен айтып өткендей сиыр еті қажет, және де қысқа қатырылған болгар бұрышы, 2 дана пияз, чеснок, сәбіз, қызанақ және қабығынан аршып алған картоп қажет. Жуып тазартып алған етімізді қазанымызға салып, үстінен мұздай салқын суымызды құйып қайнатамыз. Осылай етіміз қайнаған уақытта бетіне артық көбіктері шығады. Дәл осы көбігімізді жақсылап тазартып алып тастаймыз. Қайнату барысында біршама тағы да көбігіміз шығады. Біздің сорпамыз мөлдір болу үшін дәл осы көбігімізді тап-таза етіп тазартып алған жөн. Сорпамыздың құрамына қосатын көкөністерді турауға кірісеміз. Ең алдымен пиязымызды дәл видеодағыдай осылай ұсақтап майдалап турап аламыз. Пиязымызбен қоса чесногымызды да майдалап тураймыз. Чеснок біздің сорпамызға өте керемет дәм беретін болғандықтан мейлінше көп қосыңыздар. Келесі кезекте қызанағымызды да осылай теңде 2-ге бөліп, керек емес артық жерлерін алып тастап, оны да 4 бұрышты формаға келтіріп турап қосамыз. Сонымен қатар қайнатпа сорпамыздың құрамы бойынша бізге сәбіз қажет. Сәбізімізді ерекше пышағымыздың көмегімен теңде 3 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін әр бөлігін осылай ұзынша формаға келтіріп турап аламыз. Қайнатпа сорпамыздың құрамына қосылатын көк пияз бен укропты да мейлінше дәл осы видеодағыдай майдалап турап қосқан жөн. Сонда сорпада қайнау барысында сорпаның дәмі ерекше шығады. Алдын ала аршып алған картоптарымызды да теңде 2 бөлікке бөліп қосамыз. Егер сіздердің картоптарыңыз майда болса, онда ешқандай 2 бөлікке бөлудің қажеті жоқ. Осымен қайнатпа сорпаның құрамына қосылатын барлық көкөністерімізді осылай алдын ала турап алдық. Енді қайнап тұрған сорпамызға рет-ретімен салып шығамыз. Салмас бұрын осылай ожауымыздың көмегімен сорпамызды жақсылап сапырып аламыз. Одан кейін келесі кезекте үстінен алдын ала турап алған пиязымыз бен чесногымызды, одан кейін сәбізімізді, дәл осы ретпен помидорымызды салып, сорпамызды жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жарты сағат уақытқа қайнатып аламыз. Менің каналымнан шығатын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Осымен біздің қайнатпа сорпадағы етіміз толықтай пісіп шықты. Етімізді осылай бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Етіміз суығанша дәл осы сорпамызға келесі кезекте алдын ала бөліктерге бөліп турап алған картопымызды және де қысқа қатырылған болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Картопымыз толықтай піскен уақытта үстінен алдын ала турап алған етімізді және де өз қалауыңызға қарай көк пиязымыз бен укропымызды салып, дәміне қарай шамалы тұз саламыз. Егер ұнатсаңыздар, дәміне қарай 2-3 дана лавр жапырағы мен түйіршіктелген қара бұрыш қосып жіберіңіздер. Бізде үйде балалар ұнатпайтын болғандықтан мен қосқан жоқпын. Тек осылай көк шөп қана қосуды жөн көрдім.
Біздің сорпамыз шамамен 2 сағаттай уақытта қайнап дайын болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қайнатпа сорпамыз өте дәмді, сорпасы тұнық болып пісіп шықты. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Әрбір жазылған пікірге мен міндетті түрде кері байланыс жасап шығатын боламын. Дәл осы қайнатпа сорпаның жасалу жолы мен құрамына қосылатын көкөністер тізімін толықтай төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, сонымен қатар балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видео рецепте жолыққанша аман сау болыңыздар.